Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен кешкі тамаққа гүл капустаны қуыратын боламыз. Ең алдыменен картоптарымызды тазалап алып, бөліктерге бөліп, біршама уақыт қайнатып аламыз. Толық пісірмейміз. Кішкене бір 5 минуттай, тіпті 4-5 минут қайнатсаңыз, соның өзі жеткілікті. Толық пісіп кетпеу керек. Картоп суып, реттеліп тұрғанша гүл капустамды алып, жуып, тазалап, кесіп аламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып қолдап отырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қоссаңыз қуанып қалушы едім. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да күшті, әдемі, қарапайым рецепттерменен бөлісетін боламын. Осылай тазаланған капустамызды ыстық суда азғантай пісіріп аламыз. 3-4 минут жетеді, себебі толық пісіп кетпеу керек. 3-4 минут қайнатып алсақ, сол жеткілікті. Ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, кішкене тұздап жібереміз. Тұз салып, қайнап шыққан капустаны толық пісірмейміз. Жаңа айтып өткендей, 3-4 минут қайнатып алсаңыз жеткілікті. Сол капустамызды осы жұмыртқаға малып аламыз, онымен қосып. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бірінші жұмыртқаға, сосын ұнға салып, барлық жеріне тигізіп, сосын тағы да жұмыртқаға салып аламын. Ол өз еріктеріңізде қаншалықты сыртының ұнды болғаны немесе жұмыртқалы болғаны. Ұнды кейбіреулер малмайды, ұнға малмай-ақ қуыра береді. Сондықтан өзіңіздің қалауыңызда. Мен осылай жасадым, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бөлек ыдысымызға осылай барлығын малып, енді қызып тұрған тападағы майымызға біртіндеп барлық жері қызарғанша қуырып аламыз. Аударып қарап тұрамыз. Қып-қызыл болып, қызыл реңді болғанша әдемі етіп пісіріп шығарамыз, қуырып шығарамыз. Барлығын қуырып алған соң, арнайы ыдысымызға салып қойып, кішкене суығанша картобымызға кірісетін боламыз. Жаңағы жартылай піскен картобымыз суып тұр. Арнайы ыдысқа паприка салдым, тұз салдым, және де өзіңізге қажетті көкөністер, не қоссаңыз да, қандай приправа қоссаңыз да өз еркіңізде дәміне қарай қосып, мына жерде жақсылап араластырып аласыздар ыдыста. Жақсылап араласқан картобымызды листке біртіндеп орналастырып шығамыз. Листте қып-қызыл етіп пісіріп шығарамыз оны. 25-30 минутта 180 градуспенен пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай картобымыз пісіп шықты, қызарып беттері. Осылай легенімізге сәндеп, орналастырып, дастарханға тарту етеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер.